Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Алтынгүл Төлегенова. Ең алдымен назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақмыс корпорациясы Ұлытау облысының әкімдігімен әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған меморандумға қол қойды. Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында мектеп оқушыларына ақпараттық түсіндіру жұмысы жүргізілді. Жезқазған мыс балқыту зауытының мерейтойы сала үздіктері марапатталды. Масленица қонаққа шақырады. Сәтбаевта көктем қарсаңындағы көңілді мереке аталып өтті. Ұлы дала төсіндегі өндіріс алыбы Қазақмыс корпорациясы енді кен өндіріп қана қоймай, өңірдің әлеуметтік тынысын кеңейтуге тағы бір қадам жасады. Компания мен Ұлытау облысы әкімдігі қол қойған жаңа меморандум аймақ дамуына тың серпін бермек. Құжат аясында 20 миллиард теңгеден астам қаржы халық игілігіне бағытталып, елді мекендердің келбеті жаңарып, әлеуметтік нысандар қатары толығады. Келісім өңірдің ең өзекті салаларын қамтиды. Денсаулық сақтау мен білім беру жүйесін нығайту, мәдениет пен спортқа жаңа тыныс беру, инфрақұрылымды жаңғыртып, тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру ортақ мақсаттың өзегі. Жоспарланған жобалардың ішінде жаңа Ұлытау университетін ашу бастамасы білімге құштар жастарға үлкен мүмкіндік болмақ. Өздеріңізге белгілі, президент жарлығына сәйкес 25 жылдан кейін облысымыз қайтадан құрылды. Ұлытау облысын дамытудың басты мақсаттарының бірі экономиканы әртараптандыру, тұрақты экономикалық өсім үшін жағдай жасау және өңір халқының өмір сүру сапасын арттыру болып табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін облыста өңірдің дамуына және облыс тұрғындарының әл-ауқатының өсуіне оң әсер ететін көптеген жобалар іске асырылуда. Облысымызды одан әрі дамытудың қосымша құралы бүгінгі облыс әкімдігі және өңірде жұмыс жасап жатқан ірі өнеркәсіп арасындағы ынтымақтастық меморандумы болатыны сөзсіз. Биылдың өзінде Жезқазған қаласында ең ірі орталық мешіт пайдалануға берілсе, Сәтбаев қаласында заманауи травматологиялық пункт есігін ашады. Сондай-ақ өңірде теңдесі жоқ Намыс балалар жасөспірімдер спорт академиясы 150 орындық интернатымен бірге іске қосылып, жас спортшыларға жаңа жол ашпақ. Қала көркін кіргіздер абаттандыру жұмыстары да назардан тыс қалмайды. Жезқазғандағы жастар саябағы мен ғарышкерлер бақ жолы жаңарып, Кеңгір су қоймасы жағалауы демалысқа қолайлы аймаққа айналмақ. Ал Серке Қожамқұлов атындағы театр ғимараты күрделі жөндеуден өтіп, мәдениет ордасы қайта түлейді. Бұл Ұлытау облысы біз үшін өте маңызды облыс. Басты біздің өндірісіміз осы облыста болғаннан кейін әрине социалдық жағдайына көп көңіл бөлінеді. Бұл бүгінгі қол қойылып деп жатқан құжат, меморандум өте маңызды құжат. Келесі 2 жылдың жоспары, біздің программамыздың бәрі осы құжаттың ішінде болады. Біз сол жазылған құжаттағы барлық бағдарламамызды, атап өткен бағдарламамызды әрине бір орындаймыз. Сонымен бірге өңірдің футбол жанкүйерлерін қуантқан тағы бір шешім Ұлытау клубын қаржыландыру жалғасады. Бұдан бөлек сумен жабдықтау, су бұру және энергия жүйелерін жаңғыртуға қажетті жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп, инфрақұрылымдық бастамаларды жүзеге асыруға нақты қолдау көрсетіледі. Осылайша өндіріс пен өңір тағдыры тоғысқан бұл келісім Ұлытау жерінің әлеуметтік дамуына жаңа дем беріп, халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған ауқымды қадамға айналмақ. Нұрлат Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Сәтбаев қаласындағы номер 16-шы жалпы білім беретін мектепте жасөспірімдердің құқықтық танымын тереңдетуге арналған тағылымды кездесу өтті. Заң қарапайым тілмен тақырыбындағы шарада сала мамандары заң талаптарын ұғынықты түрде түсіндіріп, құқық бұзушылықтың алдын алудың маңызын айрықша атап өтті. Кездесуге Ұлытау облыстық прокуратурасының ардагері, қала әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің басшысы және полиция аға инспекторы арнайы қатысты. Шара шымылдығы оқушылар дайындаған сахналық қойылымдармен түріліп, жас өнерпаздарының әсерлі өнері көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Біздің үндеуіміз бір жолды көрсетеді. Заңды құрметте, тәртіпті сақта. Қауіпсіздікке үлес қос. Кейін қонақтар заң талаптарын қарапайым да түсінікті тілмен тарқатып, жас ұрпақтың құқықтары мен міндеттері жайында мазмұнды әңгіме өрбітті. Оқушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, мамандардан нақты әрі тұшымды жауап алды. Заң шығады, заң жұмсақ болады, заң қатаң болады. Заң орындалмаса,
заңның ешқандай пайдасы болмайды. Тәртіп, заңды орындау үшін тәртіп керек қой. Тәртіп болу үшін тәрбие керек. Заң деген бұл өзі мынау мемлекеттің шығарған бір жүйесі. Құқықтық салада жаңағы қылмыстық, әкімшілік, басқа салада жинақталған жүйе ғой. Сол жүйені орындау үшін қоғамдық тәртіп керек. Шара қорытындысында полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандар арасындағы бұзушылықтың салдары, оның қоғам мен жеке тұлға өміріне тигізер әсері және заң алдындағы жауапкершілік жөнінде кеңінен әңгіме өрбітті. Тағылымы мол, танымдық кездесу еркін пікір алмасуға ұласып, әсерлі сәттерге толы болды. Іс-шара соңында қатысушылар естелік суретке түсіп, мазмұнды басқосу өз мәресіне жетті. Мақсат Дүкенбай, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жезқазған мыс балқыту зауытына 55 жыл, жарты ғасырдан астам уақыт ішінде кәсіпорын өңірдің айтулы өнеркәсіптік орталығына айналды. Мерейтой аясында салтанатты шара ұйымдастырылып, сала үздіктеріне құрмет көрсетілді. Толығырақ Нұрлат Қонысбай жалғастырсын. Айтулы күнгі іс-шаралар легі металлургияның негізін қалған Қаныш Сәтбаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімінен басталды. Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалық драма театрында өткен салтанатты шарада сала ардагерлері мен жұмыскерлерге құрмет көрсетілді. Мерейтой аясында облыс әкіміне зауыттың қалыптасу тарихы, жетістіктері мен технологиялық жаңғыру кезеңдерін баяндайтын арнайы көрме таныстырылды. Жезқазған мыс балқыту зауыты өңірдің жүрегі, мыңдаған отбасының ырыс несібесі, Ұлытау жерінің мақтанышы. Мемлекет басшысы өз жолдауларында өнеркәсіптік әлеуетті арттыру, өңдеу секторын дамыту, өнім өндіру міндетін айқындап келеді. Жезқазған мыс балқыту зауыты осы стратегиялық бағыттың нақты нәтижесі, ел экономикасының қуатты тірегі. Жиында сала үздіктері марапатталып, өз ісіне адал еңбек еткен мамандарға Ұлытау облысы әкімінің алғыс хаттары табыс етілді. Мерейтой аясында 120 жұмыскер мемлекеттік, корпоративтік және салалық наградаларға ие болды. Марапатталғандардың қатарында Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасын иеленгендер, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі еңбек даңқы төсбелгісін алғандар. Сондай-ақ құрмет грамоталарына ие болған қызметкерлер бар. Мен өзім 1988 жылдан бері жұмыс істеймін мыс қорыту зауытында. Электрит цехында. Содан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Яғни бүгінгі мына заводтың 55 жылдық мерейтойымен өзім ұжымдастарымды, завод басшыларын мерекемен құттықтаймын. Отбасыларына аманшылық, денсаулық тілеймін. Осы мерекені жылда тойлай берейік. Мерекелік шара концерттік бағдарламаға ұласып, өндіріс ардагерлері мен еңбек адамдарына арналған жылы лебіздермен жалғасты. Айта кетейік, кәсіпорында 2000-ға жуық адам жұмыс істейді. Негізгі цехтар шихта дайындау, балқыту, күкірт қышқылы мен мыс электролизі цехы толық қуатта жұмыс істейді. Жезқазған мыс балқыту зауытында тәулігіне 2400 тоннаға дейін мыс өңделеді. Нұрлат Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Қазақстан сан түрлі этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатқан берекелі мекен. Сондықтан елімізде әр халықтың мерекесі ортақ қуанышқа айналған. Соның бірі Масленица. Бұл мейрамды атап өту ұлттар арасындағы достық пен ынтымақтың жарқын көрінісі саналады. Биыл Масленица 16 мен 22 ақпан аралығында өтті. Көктемнің келуін айшықтайтын бұл дәстүрлі славян мерекесі қыспен қоштасып, күннің жылуын қарсы алуды білдіреді. Апта бойы тойланатын мерекенің әр күні өзіндік мазмұн мен мәнге ие. Мерекелік шараларға көпшілік белсене қатысты. Солардың қатарында әріптесім Мақсат Дүкенбайда болып қайтқан еді, тақырыпты толықтырсын. Кеншілер алаңы әуен мен күлкіге толды. Кең көлемде өткен Масленица мерекесін Сәтбаев қаласындағы Достық үйі жанындағы Любавушка орыс этномәдени орталығы мен Тарас Шевченко атындағы Украин этномәдени бірлестігі ұйымдастырды. Сахна маңына отбасылар, ардагерлер, жастар, қысты жылы әрі достық көңіл-күймен шығарып салуға келген барлық тұрғындар жиналды. Сегодня в нашем городе массово празднуют
Қаламызда Масленица аптасының аяқталуын көпшілік болып атап өтуде. Бүгінгі күн қысты шығарып салып, көктемді қарсы алудың нышаны. Барша қала тұрғындары мен қонақтарын құттықтаймын. Бақыт, денсаулық және тілектерінің орындалуын тілеймін. Биыл мереке қасиетті Рамазан айымен және шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жылды тойлау күндермен тұспа-тұс келіп отыр. Мұндай сәйкестік сирек болады. Масленица құтты болсын. Қонақтарға дәстүрлі құймақтар ұсынылып, балалар мен ересектер үшін көңілді ойындар мен байқаулар ұйымдастырылды. Мерекелік көңіл-күйді шығармашылық ұжымдардың қатысуымен өткен мазмұнды концерттік бағдарлама толықтырды. Қымбатты жерлестер, Қаламыздың тұрғындарын осы тамаша мерекемен құттықтаймын. Бұл күндері біз бір-біріміздің дәстүрлі мерекелерімізге барып, қолдау көрсетіп, қуанышымызды бірге бөлісеміз. Әр жылы мәдениеттердің өзара тоғысуы байқалады. Ұлы Абай айтқандай, қанша тіл білсең, сонша рет адамсың. Бізде де солай, қанша мәдениетті танысаң, сонша рет адамсың. Өте қызықты орындарда өтеді. Бірде достық үйінде, бірде спорт сарайында. Бүгін міне алаңда. Бір-біріміздің мерекелерімізді құрметтеп, қадірлейтініміз таңғаларлық әрі қуанышты жайт. Мереке кешірім жексенбісімен қорытындыланды. Адамдар бір-бірінен кешірім сұрап, құшақтасып, ұйымдастырушыларға алғыс айтты. Масленица тағы да сәтпаевтықтарды біріктіріп, көктеммен бірге келетін жылулық, қуаныш және жаңару сезімін сыйлады. Мақсат Дүкенбай, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тамам. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.